Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, аман есенсіздер ме достар? Енді бүгін біз сіздерге футбол ақпараттарын жеткізетін боламыз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп әрине лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Достар, алдыңғы видеода жақсы белсенділік болыпты. Енді бүгінгі видеода сөйтіп жіберсеңіздер мен қуанышты болар едім. Ал мен болсам жаңалығымды бастайын. Жаңалығымызда әрине әлемнің үздік ойыншыларының бірі Лионель Мессимен бастайтын болсақ, Лионель Месси қазіргі уақытта енді Интер Майамида өнер көрсетіп жүр. Енді MLS лигасында қазір енді маусым басталып жатыр. Жаңа маусымның бірінші турында Месси бір голевой пас берді команданың жас жаңа ойыншысына. Ол ойыншы болса енді қызыл қағаз алып кетеді. Одан кейін не болады деп ойлайсыздар? Әрине команда құлдырай бастайды, ойындары жүрмей бастайды. Одан кейін енді Месси көкем не істейді? Әрине төрешілермен ерегеседі. Алдыңғы видеода байқасаңыздар, әрине Криштиану Роналду осы төрешілермен ерегесіп қалған болатын. Жалпы енді әлемнің үздік ойыншылары да қазіргі уақытта жүйкелері жұқарып жүр ма? Қалай жалпы? Месси көбінесе төрешілермен спорласпайтын еді. Ал бұл жерде болса Месси көкем барып, сен қалай өнер көрсетуді білмейді екенсің, сен төреш емессің, сен ақымақсың дегендей әңгімелер айтып тастаған. Содан кейін әрине Мессиге қарай сары қағаз береді. Жалпы бұдан кейін де әрине Месси өзінің пікірінен қайтпаған және төрешінің көмекшілеріне барып, төреші ойынды жақсы басқармады және соның арқасында біз жеңіске жете алмадық деп ерегескен болатын. Жалпы енді Мессиге не айтамыз енді? Мессилігін жасайды, бәрібір әлемнің үздік ойыншысы, бұған не істесе де жарасады деп ойлаймын. Месси жақында ғана жарақатынан айықты және енді голдар салып жатыр және голевой пастарды беріп жатыр. Бірақ енді Мессиді бұлай сындыруға болмайтын сияқты. Негізінде ол жерде қызыл қағаз бермесе де болатын. Бірақ енді төрешінің айтқанына қарсы шықпаймыз. Қызыл қағаз берді ме? Жалпы қызыл қағаз. Алдыңғы маусымда Барсаның тоғыздығы Роберт Левандовски да төрешілермен ерегескені үшін қызыл қағаз беріп 3 ойынға шеттеткен болатын. Енді Мессиді шеттетпейтіні анық болды. Енді әлемнің үздік ойыншысы. Заң бәріне бірдей болғанымен Месси Роналдуға ондай заңдар өтпейді. Ал біз болсақ жаңалығымызды жалғастыра берейік. Ливерпуль және Манчестер Сити арасындағы ойынға тоқталатын болсақ, Манчестер Сити өз алаңында Ливерпульға есе жіберді. Жалпы айтқанда енді Манчестер Ситиге жеңілу бір әшейін сән сияқты болып қалды. Ит пен құстың бәріне жеңіліп жатыр қазіргі уақытта Манчестер Сити клубы. Ал Ливерпуль клубына тоқталатын болсақ, Ливерпуль өте керемет деңгей көрсете алды. Тактика жағынан да, барлық жағынан да өте мықты екенін кешегі ойында дәлелдеп тастады. Кеше байқасаңыздар, негізінде Ливерпуль клубы өте керемет деңгей көрсетті. Манчестер Ситиді прессингпен жеп тастады. Прессинг жасап жатыр, ал Манчестер Сити клубы болса не істерін білмейді және команданың қақпашысы Алисон Беккерді кеше өте керемет көрсете алды. Жалпы енді бұл жердегі статистикаға тоқталатын болсақ, XG Ливерпульде 2, ал Манчестер Ситиде болса 0. Бірақ допқа иелік ету бойынша Ливерпуль клубынан Манчестер Сити клубы басым болды. Ал Ливерпульдің жақсы жағын айта кетейін сіздерге, бірінші таймның өзіне 2 гол салып тастай салды. Өте керемет 14-ші минутта және 37-ші минуттарда голдар салып тастады. Ал Манчестер Сити клубы болса несе сол шотты ұстауға тырысты ма? Онысын білмедім. Енді команданың өте мықты көрсеткішіне әрине команданың жұлдызы Мухаммед Салах себепші де ойлаймын. 40 гол плюс пас бойынша осы маусымда 16 нәтижелі пас берген. Бұл әрине бұл Ливерпульдің бұрынғы ойыншысы, легендасы деп қоямыз ба енді. Осы Стивен Макмануды енді тиелсі екен. Енді бұның рекордын жаңартатыны анық шығар. Енді Манчестер Ситиге қарсы ойында осына деңгей көрсеткен, басқа ойындарда бір пастар беретіні анық. Енді АПЛ-дағы рекордтарға тоқталатын болсақ, 2003 жылы Терри Анрида, 2024 жылы Эрлинг Холландты. Енді бұлардың рекорды әрине 44. 2003 жылы осыны Энри жасап тастаған Терри Анри, ал 23-те Холланд жасаған. Енді 2024-25 жылда әрине осы Мухаммед Салах жасайтыны анық және Ағылшын премьер лигасының жаңа патшасы болатыны анық және жаңа рекордтарды орнатып тастап жатыр. Мухаммед Салах осы маусымда алтын допты алуға лайық. Енді Мухаммед Салах алтын допты қай кезде ала алмай қалады деп ойлайсыздар? Әрине чемпиондар лигасын жеңе алмаған кезде. Достар, осы жерде енді ұмытпай тұрып ерінбей лайк басыңыздар. Сіздердің лайктарыңыз біз үшін үлкен мотивация.
Лука Модрич туралы айта кетсем, Лука Модрич қазіргі уақытта 39 жаста және Реал Мадридтің ең кәрі ойыншысы. Соған қарамай 39 жаста бола тұрып, кеше Жиронаға қарсы ойында гол салған болатын. Өте керемет соққы бағыттаған. Енді бұл Реал Мадридтің аңызы деп айтылам, және алтын доп жеңген ойыншы. Өте керемет нәтиже Лука Модрич, және бұл ойында Винисиус Джуниор да гол салды. Винисиус Джуниор да бір гол салмағалы бір тас ғасыр болды Ла Лигада ше. Енді кеше Винисиус өзін көрсете алды және Жиронаға қарсы ойында жеңіске жетті. Реал Мадрид клубы және 3 ұпай қоржында. Барселонаның арқасынан тақап келе жатыр. Және қазір ақпараттар шығып жатыр. Енді осы Модрич маусым біткеннен кейін командадан кетеді және 10-шы нөмірде әрине Килиан Мбаппе алады деп. Енді осы жылы бір чемпиондар лигасын жеңіп кетсе өте керемет болар еді Лука Модрич. Ал достар, біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Сіздер болса лайктарыңызды аямаңыздар. Ливерпульдің қорғаушысы Вирджил ван Дейк туралы айта кетсем, Вирджил ван Дейк қазіргі уақытта енді Ливерпульдің капитаны және Реал Мадридқа кететін ақпараттарда таралып жатыр. Негізіне осы Ливерпуль клубына таңғалам. Жақсы ойыншыларын сақтап қалуға тырыспайды. Мухаммед Салахқа да жаңа келісім-шарт ұсынбай жатыр және осы Вирджил ван Дейкке де жаңа келісім-шарт әлі ұсынып отпаған екен. Және Вирджил ван Дейктің өзі де айтқан болатын. Мен командадан осы маусымнан кетуім мүмкін. Бірақ енді осы маусымда жақсы трофейлер жеңіп қалғым және Ливерпульдің тарихындағы жақсы мықты қорғаушы болып қалғым келеді деді Вирджил ван Дейк. Негізінде осы Вирджил бір көшеде қалған қорғаушы емес, оған топ клубтарда қызығатыны анық және қазір енді Реал Мадрид клубы болса, осы Вирджил ван Дейкпен келісім-шартқа отырсақ қалай болады екен деп соны ойлану үстінде екен. Ван Дейк та қарсы емес шығар, енді топ клубтан топ клубқа ауысқаны жақсы, енді бұның мансабы құлдырамайды, наоборот өте мықты болатыны анық. Ал Реал Мадрид болса не істейді? Әрине чемпиондар лигасының әр жыл сайынғы фавориті және осы Реал Мадридқа баратын болса, Реалдың қазіргі уақытта қорғаушысы Антони Рюдигермен керемет бір екілік пе дуо болама қалай жалпы? Мен осы екеуін елестете алмаймын. Еуропада бір кошмар дейма не дейді? Барлықтарының қорқынышы болатын шығар. Вирджил ван Дейк пен Антони Рюдигер бір командада өнер көрсететін болса. Енді осы жерде кім ұтылады деп ойлайсыздар? Әрине Реал Мадрид клубы ұтады, ал Ливерпуль клубы болса ұтылатын сияқты Вирджил ван Дейкті және Трент Александр Арнольдты және команданың қазіргі уақыттағы жұлдызы Мухаммед Салахты да тегін жіберейін деп жатыр. Реал Мадридтің қақпашысы Тибо Куртуа туралы айта кетсек, Тибо Куртуа білеміз, қазір енді өзінің ұлттық құрамасы Бельгияға барып жатқан жоқ. Енді оған себебі енді бапкермен келісе алмай қалған. 2023 жылы Тедеско екінші капитандық белгіні осы Ромелу Лукакуға берген. Сол себепті енді соған ренжіп осы Куртуа мен ұлттық құрама үшін ойнамайын деп кеткен ойыншылардың бірі. Негізі өзі осы Бельгия ұлттық құрамасының капитаны Кевин Де Брюйнеден кейін Тибо Куртуа, одан кейін әрине Ромелу Лукаку болған. Ал екінші капитандықты Лукакуға берген үшін енді осы Куртуа ренжіп командаға келмей қойып 2023-тен бері келмей жатыр. Ұлттық құраманың бапкері ауысқаннан кейін осы Тедеско кеткеннен кейін оның орнына Руди Гарсия келді. Руди Гарсия болса осы Кевин Де Брюйненің бұрынғы досы дейміз ба, жауы дейміз ба, осы Тибо Куртуаны алаңға шақырып жатыр. Және осы алаңға шық, сен Бельгия ұлттық құрамасы үшін әрдайым керекті ойыншысың деген. Ал Тибо Куртуа болса не істейді? Әрине ұлттық құрамаға барады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Тибо Куртуа капитандық белгі үшін ұлттық құрамаға келмей жүргені дұрыс па, дұрыс емес па? Енді Тибо Куртуа өзін құрметтейтін шығар, енді маған құрметсіздік білдірді, сол үшін ұлттық құрамаға бармадым деген ойда ма, қалай жалпы? Ал енді Тибо Куртуа ұлттық құрамаға шақырылғаннан кейін өз ойын білдіре кеткен. Мен ұлттық құрамаға келгеніме өте қуаныштымын. Мен ұлттық құрамада 1,5 жыл болмадым және біз жаңа белестерді бағындырамыз деді Тибо Куртуа. Және Украинаға қарсы ойында алаңға шығады деген ақпараттарда бар. Реал Мадрид және Ла Лига Федерациясының арасы жақсы емес. Себебі әрине Реал Мадрид клубы көбінесе шағым түсіріп жатыр және Реал Мадридтің телевидениясы бар және олар VAR туралы жаман нәрселер айтып тастаған және Реал Мадридқа әрдайым қарсы өнер көрсетеді төрешілерден. Ал Флорентино Перес те соларды қолдағанда еш нәрсе айтпай жатыр. Флорентино Перестің осындай әрекеттеріне Ла Лиганың президенті Хавьер Тебас болса өз ойын білдіре кеткен болатын.
Javier Tebas'tың сөзін сіздерге жеткізе кетейін. Келісемін, Мадридтік клуб телеарна Реал Мадрид ТВ медиа мүмкіндіктерін белсенді пайдаланады. Бірақ соңғы уақытта олар футболдағы әрбір даулы сәтті өздеріне қарсы қастандық ретінде көрсетіп, төрешілерді қатты сынға алып жүр. Барса мен Реалда кейбір шешімдерден пайда көретіні рас, бірақ тек Мадридтік клуб өз арнасы арқылы бұны тұрақты түрде талқылауға мүмкіндігі бар. Флорентино Перестің ықпалы да байқалады. Вардың тым жиі қолданылуы немесе белгілі бір эпизодтарға басымдық көрсетуі күмән тудырады, деді Хавьер Тебас. Бұл жерде де мен келісетінім бар. Реал Мадрид клубтың ойыншылары барлықтары демей қойын енді. Бірақ осы Реал Мадридтің кейбір ойыншылары төрешілермен ерегісе салады. Негізінде капитан ғана төрешілермен сөйлесуі керек. Ал кейбір ойыншылар барады, сөйлеседі. Винисиус Джуниор, Беллингем сияқты ойыншылар барып, өздеріне сары қағаз немесе қызыл қағазды тілеп алады. Реал Мадрид клубының басшысы Флорентино Перес осымен дұрыс жұмыс жасауы керек. Кейбір қызықты және өте мықты ойындарда, керекті ойындарда осында ерегіс болатын болса, әрине Реал Мадрид клубтары осы бір кейбір турнирлардан шеттетілуі әбден мүмкін. Немесе осы жерде қызыл қағаз алып, ойынды жаман етіп алуы әбден мүмкін. Тебас та енді қазір Ла Лиганың президенті, бірақ енді бұған еш нәрсе айта алмаймыз. Бұл да сүттен ақ судан таза емес. Флорентино Перес өздерінің ойыншылармен дұрыс жұмыс істеуі керек. Және Тебас та кей кезде Реал Мадридқа жақтасып, кей кезде Реал Мадридті жамандап қояды. Бұл әрекетінде қою керек. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.